Баршаңызға да сәлемдер. КМС екінші тапшыру башлайбыз. Роберт, тынычлан. Бүгін біз сізге бары тек қызықты фактлар ғана жеткіреміз. Мен жиған фактлар сізге жеткіремін, қандай енді Нұрбек жиған фактлар сізге жеткіреге тырышыр. Шулай бет? Тырышмайым, мен жеткірем. Ұзын сөздің қысқасы, мен жиған фактлар нем керек алар? Мәселен, Чупа-Чупсның эмблемасын Сальвадор Дали 1969 жылда ойлап таба. Демек, Сальвадор Дали 69 жылдан берлі бүтін дүнияны суырта. Несе шықты сенің да? Алға таба давам етеміз. Нұрбек, мәселен, мына түшкірген уақытта сенің ауыздан қамбырынан шыққан сілеге тезлігі сағатына 160 шақырым тезлікте шығып шыға. Роберт, ойнама, бұл саңа КВН түгіл, біріншіден. Екіншіден, қазір сен түшкіргенде сенің сілегейлерің 160 шақырым тезлігінде шықмады, 120 шақырым тезлігінде гіне шықты. Үшіншіден, сенің тахаратың бұзылды бұғай. Келесі факт. Мәселен, 18-ші ғасырда кетчуп дары болып саналған һәм ақш-таны, яғни Америкада таблетка формасында сатқандар. Роберт, сен бүгін кетчупыңны ішірге ұмытқансың ақырсы. Неге? Çünkü senin başın ауырта. Қойда. Алға таба давам етеміз. Дүниядағы ең ұзын музыкал композиция жақынша 639 ел яңғырайша. Прикинь, Филипп Киркоров Элвин Грейнді қағызып қояды, плейға басып һәм почти 700 ел бойы тыңдай ашады. Алла сақласын. Кімні сақлар мекен? Элвинді ме, әлі Филиппсті ме? Баш ауыртулар бітті. Алға таба давам етеміз. Мәселен, міне дельфиндар бір-бірісіне исімнері білен мұражағат етелер. Мұндай сақыл әр харфін мен 700 бойы тыңларға әзір. Роберт, сенің фактларың бекірек қысқа. Міне мен жиған фактлар жидді һәм ұзын. Әйенек атының дилбігесі кіби. Тарихи ұшыш. SpaceX şirketi 2 Amerikan astronavtı отырған Crew Dragon karabın ғалемге жіберді. AQSh'ның 2011 жылдан берлі ғалемге астронавтларны өз карабында жібергені жоқ еді. Тарихта бірінші тапқыр ғалемге кішілеріні хұсуси шirket шығарды. Караб халықара ғалем станциясына екшембі күнні тұташарға тиіш. Караб. Краб. AQSh. Ақш. Дурак. Ашабығыны турап. Болырсың сенде. Караб. Да. Тыңла. Тыңлайым. Büyük барьерлы риф планетабызның шын мұғжизасы. Дүнияда ең зор мәржан рифі. Жер шарында тірі организмлардан барлыққа кетірілген ең зор объект та шушы риф. Ол шул қадарлы зор ки, аны хәтта космостан да көріп бола. Мен аңлайсың ма, теге SpaceX жіберген карабқа отырып білесің де, шул рифны көресің. Мұғжиза бит. Рифны мен көрші подъезда да бар бит, ол риф. Шында да көріп бола. Роберт, жаңа бұл тапшыру шамай. Нәрсеге келдіңіз сен? Білесің ма, мен бүгін мұнда бір мақсат білен келдім. Мен бүгін шындай бір факт ешіттім. Ол фактны біздің бүтін милләттешлері біз ешітірі дейш. Ол фактны ешітсе татар халқы, оның язмышы кенет өзгерешек. Тіл проблемасы бітешек, наданнар жоққа шығашақ. Білесің ма, ол үшін бик мұхим, тұрмыш үшін факт. Мен міне қазір язмышымны өзгертірге әзір. Әзір ме сен? Сен аңлайсың, міне бұл фактны ешіткеннен соң, сенің тұрмышың икіге шартлатып ярылашақ. Бұл фактны ешіткенге қадар тұрмышың КВН, һәм шұрттыр, бұттыр, һәм шундан соң жидди, намуслы, иманлы, ақыллы тұрмыш башланашақ. Шу мезгілден башла. Сен әзір ме? Мәжүт. Мен тілейм бұл фактны. Америка ғалимлері қос тәну шығу үшін жауаплы көзәнәкләр білән шәш үсі үшін жауаплы көзәнәкләрнең бір типтан болуын ашықлады. Изләнү нәтижелері Cell журналында басылып шықты. Традиция бойынша қос тәні шығу хайуанларға суықтан сақланырға ярдәм итә дип санала иде. Шуңа қарамастан ул рефлексларның барлық имезүшеләргә, хәтта қойы жыны булмаган хайуанларға шул исәптән кешеләргә дә хас булуы билгеле. AQShtагы Гарвард университеты биологлары Тайваньдагы коллегалары белән берлектә қос тәне шығуда катнашучы мускулларның симпатический нерв белән шәш яки жын фолликулаларының стволовой күзәнәкләрен тоташтыруын ачты.
А? Шеп, мен міне күтем қабынам. Қостаны шыққан. Білмәм. Меңа бары бір бұл тапшыру шамай. Ну нәрсеге келесің мұнда? Білесің бе, бұл тапшырыны тезірек yapsınlar үшін келдім мен. Тоқта, сен оттарыны қумау қадар. Тырдың ділбіңіңа, стоп, оп, жетер, мұнда барасыз, тоқта, біз бит тамашашылар үшін тағын бір яңа рубрика әзірледік. Бәлкім, шул рубрикадан соң олар бізге ғашық болыр. Ғашық, біздесін сөйлейсің. Қариқ әлі. Үстелде ялғыз шынаяқ, шейі суны біткен. Ялғыз шейнің де тәмі yok. Ішмәдім сенсіз иркем. Ғымырым шулай узармы, гіл сені гіне күтіп. Ялғызым үстел янында, суынған шейлер ішіп. Қойнар шей салып қуямда, отырам сені күтіп. Шейім суына битінді, қойы юғалдың кетіп. Үстелімде барсы да бар, неге шейнің тәмі юқ. Ялғыз бұлған ғадыр инді, үйімнің де емі юқ.